Саламатсыздар. Бүгінгі дәріс тақырыбы ежелгі кезең дәуіріндегі Қазақстан территориясындағы Сақ, Ғұн, Үйсін, Қаңлы тайпаларындағы қоғамдық саяси құрылысы. Енді өздеріңізге белгілі, алғашқы қауымдық кезеңі бірнеше кезеңге созылған еді. Өйткені Қазақ даласында ежелгі тайпалардың өмір сүруімен біз тарихтан жақсы білеміз. Өйткені ежелгі кезеңде алғашқы қауымдық құрылыс кезеңінде Сақ, Ғұн, Үйсін, Қаңлы тайпалары өмір сүрді. Бұл тайпалар несімен ерекшеленді? Әрине бұл тайпалар көшпелі, яғни дәуірде өмір сүргеннен кейін көшпелі кезеңді басынан өткерді. Бұл тайпаларда енді алғашқы жалпы қауым адамдары, олар яғни мемлекет болған жоқ деп айтуға болады. Олар яғни рул қауымда өмір сүрген еді. Рул қауымда тобыр болып өмір сүрген еді. Рул қауымнан яғни тайпалы одақтың қалыптасуымен ерекшеленеді бұл кезең. Енді әрине біздің эрамызға дейінгі осы Қазақстанның түгел территориясын дейміз, Орта Азияны дейміз, біздің эрамызға дейінгі 3-8 ғасырдың аралығында Сақ тайпалары өмір сүрді дейміз Қазақстан территориясында. Әсіресе Қазақстанның оңтүстік, шығыс, батыс аймақтарын кейіннен атаймыз. Сақ тайпалар кезеңінде әрине Сармат тайпаларда өмір сүрді. Сармат тайпалар Қазақстанның батыс өңірін, территориясын мекендеген еді. Енді Сақ тайпалар несімен ерекше? Сақ тайпалары өз кезегінде 3 түрге бөлінген еді. Әрине Сақ тайпалар кезеңінде әскери демократия өте күшті дамыған еді. Өйткені Сақ тайпаларын біздер тарихтан өте жауынгер халық, жауынгер тайпа деп айтамыз. Сақ тайпаларының билеушісі әрине патша болған еді. Патша өзінің билігін түгелде осы тайпаға жүргізіп отырған еді. Тайпа осы патшаның әмірімен ғана сол кезде яғни осы қоғамда өмір сүріп, яғни патшаның айтқан талаптарын орындауға міндетте отырған еді. Өйткені Сақ тайпалар жауынгер халық болғаннан кейін әскери демократия өте күшті дамыған еді. Ал енді жауынгер халықтығын біз қайдан көреміз? Сақ тайпалары сол кезде өздерімен бір кезеңде өмір сүрген басқа да көршілес тайпалармен жаугершілік соғыстар жүргізіп отырды. Бұның барлығында да әскери тактиканың сол кездің өзінде өте шебер қолданылғандығын көруге болады. Болмаса әскерлердің яғни патшаның айтқанын яғни екетпей орындап әскери тактиканы толық меңгергендігін біздер көреміз. Міне сол себептен Сақ тайпаларын біз жауынгер дейміз. Енді бұл кезеңде, ежелгі кезеңде жалпы рулардың арасындағы жалпы тайпалар бір-бірімен тең болды. Олардың арасында теңсіздік болған жоқ дейміз. Енді неке отбасылық қатынастарға келсек, эзогамиялық неке болды дейміз. Яғни бір рулардың арасында туысқан рулардың отбасы құруына тыйым салған еді. Енді әрине жеке меншік болған жоқ бұл ретте, бірақ соған қарамастан яғни кезеңнің дамуына орай жер өңдеу, мал шаруашылық сияқты кәсіпте дамып отырды. Өйткені Сақ тайпалары өздері жаулап алған жерлерді өз құрамына қосқаннан кейін сол өңірге өздерінің биліктерін жүргізіп отыр толықтай. Енді Сақ тайпаларынан кейін қазақ қоғамына Ғұн тайпалары келді. Ғұн тайпаларының билеушісі енді Шаньой дейміз. Жалпы Ғұн тайпалары жөнінде деректер өте көп, соның ішінде Қытай деректері бұл тайпалар жөнінде кеңінен мағлұмат береді. Ғұн тайпаларда жауынгер көшпелі халық болып есептелінеді. Ғұн тайпаларының өздері жалпы екіге бөлінеді. Тіпті батыс Еуропаға дейін барған еді. Енді бұл тайпаларда әскери демократиялық құрылымды ұстанған. Енді бұл кездің өзінде жалпы мемлекеттің алғашқы белгілері пайда болды деп айтамыз. Мысалы, соның ішінде жазу пайда болған. Бұл мемлекеттің бір белгісі болып табылады. Сонымен бірге бұл ежелгі кезеңдегі тайпалар өздерінің территорияларын анықтап отырды. Яғни көршілес тайпаларды жаулап алса, сол территорияны өздерінің толықтай мемлекеттік меншігіне айналдырған. Бұл дегеніміз, яғни аумақтың территориялық белгісінің болуы, яғни мемлекеттің алғашқы белгілері. Енді Ғұн тайпаларда
әскери демократияны ұстанған жауынгер халық болды. Енді бұл кезде әрине жерге жеке меншік болған жоқ, өйткені жер қауымның меншігінде болып есептелінді, рулардың арасында теңдік болды. Одан кейін яғни ғұн тайпасы осы билеушісі ғана түгелдей өзінің әмірін жүргізген еді. Өзінің қол астындағы лауазым тұлғалар дейміз, түрлі атаумен, яғни шанюйдің қол астындағы яғни билік басындағы тұлғалар осы ғұн басқарушысының яғни атқарған міндеттерін түгелдей халыққа жеткізуші болып есептелінді. Енді ғұн тайпаларынан кейін қазақ даласына келген үйсін қаңлы тайпаларын айтамыз. Енді үйсін қаңлы тайпалары Қазақстан территориясының оңтүстік шығыс бөлігін мекендеген еді. Сырдария, Жетісу аймақтарын түгелдей осы үйсін қаңлы тайпалары мекендеген еді. Енді үйсін қаңлы тайпаларында да жалпы билік мұрагерлік жолмен беріліп отырды. Бұл тайпаларда көшпелі тайпалар осы сақтан кейін ғұн империясы келсе, осы ғұн империясының орнына яғни үйсін қаңлы мемлекеттері келген еді. Енді бұл кезеңнің бір ерекшелігі мықты бір яғни әскери тактиканы толық меңгерген, қару жағынан толық қамтылған күшті бір тайпалық одақтың орнына, күшті бір тайпалықтың орнына басқа бір одан да яғни күшті мемлекеттің пайда болуымен ерекшеленеді. Яғни әлсіз мемлекеттер құлдырап, оның орнына одан да мықты тайпалық одақтық бірлестіктер келуімен ерекшеленеді. Міне қарап отырсаңыздар, ғұн империясынан кейін тарихта ізін жалғастырған үйсін қаңлы тайпаларының осы мемлекетпен құқықтық салада өзіндік орындары өте зор дейміз. Енді жалпы осы ежелгі кезеңде өмір сүрген тайпалық одақтардың қазақ даласындағы мемлекеттіліктің, құқықтық жүйенің қалыптасуына бастама болған, тарихта ізін қалдырған тайпалар деп толықтай айта аламыз.